Сәлеметсіңдер ме қыздар? Менің тоқыма тоқып үйренейік каналыма қош келдіңіздер. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін осындай төртбұрышты мотивтер жасаймыз. Біреуін көрсетіп сіздерге көрсетемін. Маған қажетті осындай үш түсті жіптер керек болады. Өздеріңіз кез келген жіпті ала берсеңіздер болады. Және ілмек біз саусаққа міне өстіп кольцо жасап аламыз, дөңгелекше қылып. Бірден ілмекті алып кететіндей. Міне бірінші ілмегім үш рез жоғары қарай тоқып аламыз. Үш ілмек іліп аламыз. Одан кейін столбикке накидым кету керек. Бірден міне накид. Бір накидпен әрбір үш столбиктан кейін тағы да бір тоқыма көрсетіледі. Қарап көріңіздер. Өте оңай жолмен тоқылады қыздар. Міне енді үшіншісі жолы кетті. Жіптер екі қабатталғаннан кейін кішкене ілмекке алғанға қиындау болып тұр. Қалың болсын деп бір жіпті жаңа екі қабаттап алдым. Міне бір рез тоқып аламыз. Келесі үш столбты тағы да алып шығамыз. Жалпы бізде 12 столбик болады. Әрбір үшеуден кейін бір ілмек тоқылады. Себебі оның арасында бара жолда көресіздер. Олардың арасында тағы да столбиккесін накидам кету керек. Қыздар, тоқу өте оңай. Отыдо мына видеоны до конца көріп шықсаңыздар, өте оңай тоқылатын мотивтер. Алғашқы жолды қыздар міне жаңа молочный свет дейміз ғой. Ақшылдау жіппен бастадым. Ақ жіптен кейін кететін қызыл, жасыл жіптер кетеді. Видеоның соңына дейін қарасаңыздар, өте оңай тоқылады. Міне қыздар, 12 столб бітті. Енді жаңағы жіптің ұшын көріп тұрғандай ұшын тартасыздар. Тартқан кезде бұл дөп дөңгелек болып шығады. Әрбір үш жолдан, үш столбтан кейін сіздерде жаңағы бір жол бұлай тоқып алдыңыздар. Қазір соның арасынан басқа жіпті жіберетін боламыз. Қазір мынаны тартып жатырмын. Тесік болмау керек. Әдемілеп, қаттылап, аямай тартасыздар. Жіп үзіледі деп қорықпаңыздар. Жіп өте мықты. Міне қыздар, біріктіретін жерден мен бірден қызыл жіпті алып, міне бірден қызыл жіппен біріктіріп аламыз. Видеода көріп тұрғандай. Өте оңай. Ілмектің бір жақсысы қыздар, жұмыстарыңыз тез өнімді болады, әдемі көрінеді. Бұл жерде де үш жол көтеріп аламыз.
өте жұмыс сапалы болу үшін әрбір ілмекті қадағалап бір-біріне ілініп кетпейтіндей болу керек. 2 3 жол көтеріп алдым жоғары қарай. Енді әрбір 3 ілмектен кейін міне көрсетіп отырмын ғой. Сол жерден 3 столбик с накидом кетеді да, үшеуден кейін бір арка кетеді, одан кейін қайтадан үшеу, яғни бір жерден бірден 6 столбик с накидом жібереді. Алтауының ортасынан үшеуден кейін бір жолды тоқып аласыздар. Себебі ол арка болып тұрады. Міне қыздар, қараңыздар. Міне көрдіңдер ме? Міне алтау, үшеудің ортасынан бір арка кетті. Дәл осы жоғары қарай қарасаңыздар, дәл осы жер үнемі 6 столбик с накидом кетеді. Ал оның арасы бірте-бірте ашылады, ол жерде 3 столбиктен кетеді. Қыздар, бұл бабушкины вязки деп айтылады. Өте оңай тоқылады.
Міне қыздар, қызылдың жұмысы бітті, енді жасылға көштім. Жасылды да дәл осылай біріктіріп алдым. Жіпті жалғап, артындағы артық жіптерді кейін жасыратын боламыз. Оның барлығы ешқандай артықтық етпейді. Жасыл жіпті де дәл осылай көтеріп алып, әрбір қатардан міне бізде уже 4 бұрыш болып шықты, қарасаңыздар. 4 бұрыштардан бірден қайталайын 6-дан кетеді. Ал мына бір жері міне қазір тоқып атқан жер. Бұл жерде тек қана 3 қана столбик кетеді. Ал бұрыштарда 6 кетеді. Қыздар, міне осылай жұмыстың ең соңына дейін қарап, асықпай көрсеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода осындай мотивтің жолдары бастан аяғына дейін ерінбей түсіріп сіздерге көрсетіп беріп отырмын. Ал екінші бөлімінде сіздерге осы мотивтерден біріктіріп следикиді көрсетіп беремін.